Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. Бір нәрсені білуіміз керек, бұл жерде дұғаға байланысты. Дұғаға байланысты. Алла тағаладан адамнан сұрайтын дүниенің өзін, адамнан сұрайтын көмектің өзін, Алла тағаладан сұрап барып, дұға етіп барып сұрайтын болсақ, сол дұрыс болады. Соның өзін. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла тағала сендер Алла тағалаға дұға қылып жалбарынып сұраған сайын Алла тағала сендерді жақсы көреді дейді. Себебі дұға құлшылық. Қажет болатын болса, бәтеңкелеріңнің бауында Алладан сұраңдар дейді. Yani бәтеңкелеріңнің бауында. Алладан сұрадың, сен біреуден сұрамай-ақ бәтеңкенің бауы сосын кеп қалуы мүмкін. Ал бірақ біреуден мысалы Алладан дұға қылып сұрағаннан кейін бәтеңкенің бауы керек болып қалып, біреуден бәтеңкенің бауын бере тұршы деп сұрасаңыз, оның оқасы жоқ. Бірақ соның өзі беріп жатса, ол Алла тағаланың сізге нәсіп еткені әкеліп берді, оны себепші қылып. Барлығы себеп. Адамның барлығы себеп. Біз бірақ себепке арқа сүйемейміз, Алла тағалаға арқа сүйейміз. Осы мәселені ажыратып алу керек. Себеппен Алла тағала береді. Рызқымызды, жұмысты, еңбегімізді себеп қылады да бізге рызықты береді Алла тағала. Қандай рызық болсын. Сол секілді бізге жұбайды берді, жұбайымыз себеп, Алла тағала сол арқылы бізге себеп қылып ұрпақты береді. Ары қарата жалғасып кете береді. Мысалы, мына су біздің шөлімізді қандыруға жай себеп. Егер су шын мәнінде қандыратын болса, шөлді, шын мәнінде судың өзі қандыратын болса, кейде сондай болады адамдар. Суды қанша ішсе де шөлдеп тұратын, яғни ол болды, денеңе қажетті су толығымен денеңе барып бітті деген сигнал басына келмегеннен кейін шөлінің қанғанын сезбей қалуы мүмкін адам. Бола ма ондай? Болады. Неге? Себебі мына суда шөлді қандыратын қасиет жоқ, бұл себеп қана. Алла тағала сол қасиетті бұған береді, сөйтіп біздің шөлімізді Алла қандырады. Біздің иманымыз, ақидамыз сондай болу керек. Қалған бәрі себеп.